Және Батыс Қазақстан облысының дүлдүл ақыны Мез Қосынбаев. Қалпақтан айналайын, мен қалай алдыңызда сайрамайын, айтыста жырларымды төктім неден, көп қонақтың көңілін көтерейін, Бекболаттың сазындай екпін деген. Қозғаған ғасырлардан күнелікті, ел болдым егеменді мен еректі. Осындай жетесің ғой мол бақытқа, өзіңе өзің қылсаң игілікті. Армысың ең қырғыздың арыстаны, бұл халық бізге берер төрелікті. Бір қыздың тілін тауып айтысқасын, қырғыздың тілін таппай не болыпты? Дейсің бе мен өлеңнің өріндеймін, немесе Алатаудың төріндеймін. Қазағым батыр халық, ақын халық, бәйгеге бір түскесін шегінбеймін. Өзім үшін күресте жеңілсем де, елім үшін күресте жеңілмеймін. Сен айттың ғана сөздің негізін, ғанан өмір жемішін, жадырап күліп қабағың жанымда тұрсың мелісім. Құтты болсын деп айтам, сенің да финалға жеткен жеңішің. Бірақ айтышқандан ошондой алданамыз бербеген, айтышта кимдер жеңбеген, качан болсо акындын жүрөгү болот эл менен. Тике сөздү так айтса тилеги болот эл менен. Эң башкысы ушундай калкыңдын турса тушунда, жакшылык менен жайнаган мынан арналуу сыйдык той белекте. Şapalaqtayt eliniz, siz anayt elin elekten. Antkeninin doy sebebin anıdan ayta görürün, aldığınızda bugün bir ölüngürді tögödü, özgöçüngürді aytırsan, özgödü namız berebi bayırsan kırgız uşunday. Ben dağın özüm üçün güreşpe, elim üçün güreşken jetiklerden birimin jengini aytıp ketkenge, uşunday aytış-aytışterderdin akındardın gülümün. Айтса дағы жақшылық, мұнаңыр негізін бергенде жақшылықта төлдөймін, мұндайлықтан жақшының өзімді жақшы жөндөймін. Біраз, антсе дағың ақындың арыстаны сендеймін, ошенсе дағы бұл жердің айтышта намыс той бербеймін. Жана қыздың тілін таптың бедің ай, бірақ мен қырғызмын саға көнбеймін. Шенкенде мелисин каяктагы бир чыккан ырга теңеп турабы, касындагы олтурган қалың элге бир сүйлөсүнга теңеп турабы, томбурада чегилген кылга тилеп турабы. Боору келсе Мирбек мени кызга бир теңеп турабы. Эми мелисим сага кезекте өткөрөйүн эмесе, кандай айтса калк билет, калыстык сөздү
айтқанын халық білет екен илгертен, қалаған қазақ қырғыздан арық білет екен илгертен. Қана домбыраңды чала бер, меліс кезегіңдің ала бер. Айналғандай тәттелесің, ел бермек шап берсем тап бересің, қолыңа қомын ұстап отырғасын, ақтарып жырларыңды нақ төгесің. Мен саған қарап тұрып біліп қалдым, Айтматовтың көргенде ақ кемесін. Төзі жоқ қой саудаланған, қарланға бұйырғандай таудағы арман. Мысалы әр нәрсенің әзісі бар, бұйырған алтын балық ауда қалған. Бәріміз көктерінің ұрпағымыз, біздердің жеріміз жоқ жауда қалған. Шыңғысхан ала алмаған дүниені Айтматов қадамымен жаулап алған. Сөзіңді салтанатты сай құрайсың, демеймін жалпа қалып жай құрайсың. Бардың тұяғындай көрінесің, сондықтан ата жолдан айнымайсың. Сен өзің қай жылғысың ел бейірбек, қасымда қорғасындай балбырайсың. Қомызыңды тастасаң ақын емес, ауданның әкімінен айнымайсың. Айтшыдой сөз екен, қарап тұрсамдой тұрпатың, өзіңдің дағы мелісім акимден кем қалбаған, нечен айтышқан ақындан кем қалбаған, қараныңдан айналам, қағылайым бауырым, басқа жаңадан пендеден бараныңдан айналам. Қош қылымымда ырдаған домбыраңдан айналам. Кезегім бердің ұшындай кеп келгенде қайрадан, жана министр культура черткендей қайра домбырақ сайрағанын тілеймін, ача тілдің ұшындай бүлөгөнін тілеймін, алда тұрған қалығың сүрөгөнін тілеймін. Аруақтан бір қачан açık болсын жүрегің, албан болсын тілегің, ұшындай болса жүрегің, ұлуға жетет тілегің. Мелістеп таңқың Астана бүгін башқала, ұшындай Астананың намысын алдырбаған башқаға ақын болып келесің. Жүрегіме негедір жақын болып келесің, тартылып тұрат бір кезде сүйінбайдың елесін. Ошолордың арбағы қолдығындың болу бер, жақшылыққан өзіңді жолдығындың болу бер. Қиышып кетсең еліңдің қыңыр ішін жашырып оңдығындың болу бер. Қатар келсең өлеңді сомдығындың болу бер. Қайры кетпей бір жерден оңдығындың болу бер. Қазақ елің намысын қорғығындың болу бер. Адырда жақшы салмағың, мұндан да ашық толығыр. Ошонда жақшың іш болот, барысың анда бүт болот. Ант бергенде білесің жанандай қыздар менен шыққанда, андан өзің өңеле күш болот. Өзің менен айтышып ой, мынаке өзің менен тартышып, Жанаң Айнұр деген Жамбылдың ардағы болған бір қызың, нечен айтыштың салмағы болған бір қызың.
Uşu жерде кичине пасаңкыратып койдуңбу маңдайдагы жылдызын. Анседагың осолдук, кээ бир жерде чечендик, кээ бир жерде бекердик. Ошолордун биринин кайсынысы болосуң? Бүгүн коногуңа жооп бер. Мелис деп айтың даңктаган мына ушундай акылыңдан эч качан айныбагын мелисим, бара жаткан жолуңан тайгылбагын мелисим, анча мынча нерсеге кайгырбагын мелисим, ар качандан ушундай боло берсин жеңишиң. Эч актан берки Кыргызда билесиң жакшы макал бар. Мына эл улуу болсоң ар качан элде болот ой ырыскың. Ушу жериң деп турсаң ар качан жерде болот тоң ырыскың. Ошо жериңден чыккан акындын баарысын ошуң алдыңдан кишиң өтпөсүн, артыңдан кууган жетпесин, башыңан бакыт кетпесин, баарысы кууса жетпесин. Болбогондо мелисиң айтып атсаң өлөң күн бүгүнкүдөй эптесин. Бирок анча мынча осолдук кетип калды түшүндүм ой. Жанан түбөп келетсең кыздарды кантип кыргызга тыйып кетпесин.
кыргыз менен дой казактын ортосу бүгүн термеди. Тургандай болуп турамын, өзүңдөй болгон акынга туугандай болуп турамын, кулагыма бир жакшылык куйгандай болуп турамын. Ушундай болсун ар качан ар бир элдин көтөргөн өзүңдөй болуп уранын. Ал талаштын токому бүгүн артыкча чыккан учуру, өзгөчө ырдап берейин качырбастан дой кутуңо. Эч жактан беркиң экиң эл эсебинде болгондой, акындарың айтышып кезегинде болгондой, кадимкиң ошоң өткөн бир бабалардын өзүнчө коргонунда болгондой, Астананын бүгүн бир калаасында олтурдук, баягы өмүргө кеткен ортонун чоң жолундай болгондой, ошонун баарын ойлосом жакшылык менен бир кезде улуу элдин өзүндө, уламыштын көзүндө бабалардан кеп уккан кыргыз казак эчемден кыйласын ошо карытып келген элде уккамын. Ошондуктан бул жерде агайын элдин кутманын көтөрсөм деп жатамын. Мындай элге ырдап турганга эмнеге дой капамын? Эки эли тилим сайрасын, элим көрсүн пайдасын, кайчы тилим сайрасын, халкым көрсүн пайдасын. Ушундай күндөң айтыштын экөөбүз тапсак айласын, ар качандан бир качан жолугушуп жүрөлү. Астанада той болуп алган албан элдер келгенде, ошондо мыктың элдерге арнабайт деген эмне? Мындай ырдарды ырдабайт деген эмне? Ушинтип сүрөп турса калың эл акындын дем кошулат той демине. Кеп кошулуп кебине, баятан чыккан өлөңдөр азыр келип эбине. Жарашкансып жатабы, жакшылык менен өзүнчө жайнагансып жатабы? Жалпың элдин кашында эки элдин акыны сайрагансып той жатабы? Ушундай болсоң эч качан эл журтуңдун ортодо болбой келген дой чатагы. Андыктан агайын тууган баарыңар бүгүн акындын ырындой кабыл ал. Эсен болсоң баарыңар мунан азыр агырда Белмирбек кетип калат дебегин. Аман болсом Астанадай башкалаган айланып нечен келемин. Жалгыз элем эл эмес жанагындай акындар жанымда болот өнөгүм. Өйдө чыксам өбөгүм, ылдый түссөм жөлөгүм. Казагымды мен дагы ошо бир кыргызымдай көрөмүн. Кыргыз менен казактын айырмасың эмине? Ар качандан бир качан арбагы колдоп манастын дем кошуп турса демине. Кечең Арстан Манас барында, ушуң Алатоо менен арканын аркы берки сайында. Атадан калган Алатооң ажыратып алганда, айчыгың алтын кызыл туу асмандата көтөрүп аягын жерге сайганда бириккен эл эмеспи? Ошондон бери биргелип жүрүшкөн эл эмеспи? Андыктан ушу айтарым элиңдин өспөй жылдызы бар болсун деймин дагы да. Казак менен кыргыздын, Мухтар менен Чыңгызы, ошолорго катарлаш, ошолорго сапарлаш. Абиштей болгон агабыз дагы болсун деп айтам. Ортодогу алыке кары болсун деп айтам. Ушулар элдин буйруса багы болсун деп айтам. Айтыш деген өнөрдүн таңы болсун деп айтам. Астанада да Кыргызстандан айтыш деген бул өнөр дагы болсун деп айтам. Ошондон айтыша турган экөөбүз чак эле болсун деп айтам. Рахмет.